армияны генерал Ямада Атодзо басқарды. Квантун дивизияларын күшейту мақсатында Манчжурияға Жапонияның оңтүстік Қытайдан әскерлер жіберілді. Оларды Манчжоу армиясы және ішкі Монголиядағы коллаборационистер күштері қолдады. Қиыр шығыстағы Жапон әскерлерінің жалпы саны 1.300.000-нан астам адамды құрады. Квантун армиясының қару-жарағында 1215 танк пен 1907 ұшақ болды. Атодзо армиясының құрамында камикадзе жангештілер деп аталатын арнайы мақсаттағы бригада болды. Кеңес одағының шекарасына жақын жерде жалпы ұзындығы 1000 шақырым болатын 17 бекіністі аудан жабдықталды. Қызыл армияның қарсыласы Квантун армиясы еді. Мұнда армия ұғымын дұрыс түсіну қажет. Бұл кеңестік терминологияда фронт немесе бағыт деп аталатын құрылым емес, өйткені Квантун армиясының құрамында өз алдына бірнеше армиялар болды. 1945 жылдың тамыз айына дейін бұл жерде жаңа әскерге шақырылған сарбаздарды үздіксіз оқыту жүргізілді. Бұл ескі және жаңа бөлімшелердің конгломерат еді. Бірақ соған қарамастан өте соғысқа қабілетті болды. Бұдан бөлек жапондар болашаққа үлкен сеніммен қарады. Және егер кеңес әскері оларға басып кірсе, оларды жеңе аламыз деп есептеді.